Барлықтарыңызға сәлем, құрметті оқырмандар. Маған көп адамдар сұрақ қояды. Жүргізуші куәлігін қанша уақытта алуға болады деген. Жүргізуші куәлігін сіз сұрағаныңызға байланысты. Мысалы, сіз жүргізуші куәлігін именно алу процесін айтсаңыз, именно сынақ тапсыру деген сияқты. Мысалы, сынақ жүргізуші куәлігіне елімізде күшті жағдай жасалып қойған. Сынақ жүргізуші куәлігіне 2 этаптан тұрады. 2 этап. Оның біріншісі тест, одан кейін вождение, практикалық сынақ. Автоцонның автодромында сіз көлік айдап сынақ тапсырасыз. Ал тестті сіз компьютерде тапсырасыз. Компьютер арқылы отырып, ол жерде барлық жерде камера. Сіз жаңағы неңізді 40 сұрақтың, мысалы 32 сұрағына дұрыс жауап беруіңіз керек. Тесттен дұрыс өту үшін. Енді қараңыз, тестке 40 минут беріледі, 40 сұраққа. Одан кейін сіз 40 сұрақты жауап беріп шықтыңыз. Мысалы, 40 минут есептейік оған. 40 минут кетті. Одан кейін сіз шығасыз, автодромға барасыз. Сол уақытқа 20 минут кетті. Вообще 1 сағат кетті. Одан кейін автодромда 20 минут сіз сынақ тапсырасыз. Сізге автодромда жүріп өту уақыты где-то 20 минут уақыт алады. Сол 20 минутта сіз сәтті тапсырып шықсаңыз, 20 минут уақытыңыз соған кетті. 1 сағат 20 минут уақыт кетті ма? Енді сіз барасыз, өткен құжаттарыңызды алып, автоцонға қайтып кіріп, сол жерде қызметкерлерге барған кезде сізді суретке түсуге жібереді. Одан кейін суретке түскеннен кейін күтесіз кішкене. Сізді ар жақта олар ГАИ-дің нелері бар, сол барлығына база бірдей соларға жібереді да, сосын барып сізге жүргізуші куәлігін кәдімгі неде шығарып береді. Сол уақыт қараңыз, енді общий грубо есептегенде 2 сағат уақыт кетеді. Түсіндіңіз ба? Сіз тесттен өтесіз. Ең бірінші барғанда медосмотр өтесіз. Ол уақыт тоже осыған қосайық. Медосмотр өтесіз. Медосмотр 15 минут өтесіз. Одан кейін госпошлина төлейсіз 3700 теңге. Болды, сосын тест тапсырасыз. Тесттен кейін практикалық сынақ тапсырасыз. Практикалық сынақтан кейін сразу жүргізуші куәлігіңізді қолыңызға аласыз. Міне, құрметті оқырмандар, осылайша сіздерге айтарым, жүргізуші куәлігін алу процесі в общем 2 сағат. 2 сағатта жүргізуші куәлігін аласыз. Ал енді қараңыз, жүргізуші куәлігін алуға сіз осы тесттен сынақтан өтуге дейінгі уақытта тек сіз қанша уақытта дайындала аласыз? Сіз қанша уақытта тестке дайын бола аласыз? Сіз қанша уақытта практикалық сынаққа дайын бола аласыз? Сіз міне қараңыз, жүргізуші куәлігін алу үшін мысалы Б категориясын алу керек па сізге? Сіз Б категориясын алғыңыз келсе, автошкола ешқандай неге бармай қойсаңыз болады. Сізге мынандай оқыды деген сертификаттың қажеті жоқ. Самоподготовка бойынша жүргізуші куәлігін алуға болады. Сіз Б категориясына тапсыратын болсаңыз, өзіңіз автоцонға барасыз. Сынақтан енді өту үшін дайындалуыңыз керек қой. Енді дайындаласыз бірінші. Мысалы, дайындық уақыты сізде 1 ай алуы мүмкін. Немесе 3 ай, 2 ай алуы мүмкін. Қараңыз, дайындық уақыты сіздің өзіңізге байланысты. Мысалы, біз ПДД Қазақстан ұжымымен дайындалған кісілер, олар 2 апта дайындалады. 2 апта дайындалғаннан кейін, олар 100% сол сынаққа дайын болады. Бірақ қараңыз енді, сіз өзіңіз дайындалған кезде сізде не болмайды. Уақыт ешқандай шектеу болмайды. Сізде методика жоқ, білмейсіз қалай дайындалу керек. Сіз сол үшін сізде уақыт ұзақ кетуі мүмкін. Және тесттен құлай бергеннен кейін сіздің мүлдем желаниеңіз дейміз, сол қашып кетуі мүмкін. Сол себепті сізге лучше, мысалы, осындай біз ПДД Қазақстан ұжымын таңдап, мысалы, дайындалғаныңыз дұрыс. Уақытыңыз 2 апта жұмсайсыз, сосын жүргізуші куәлігін өз еңбегіңізбен аласыз. Сіздер енді өздеріңіз білесіздер, адамда мен всегда айтам, выбор болу керек, таңдау болу керек. Міне, мына жерде автошкола, мына жерде мысалы ПДД Қазақстан, мына жерде өзіңіздің дайындалуы деген сияқты сондай таңдаулар болу керек. Сіз өзіңіз таңдауыңыз керек, қайсысы сізге ыңғайлы, қайсысы сізге уақыт жағынан тиімді, қайсысы сізге білім жағынан тиімді деген сияқты. Бірақ автошколада оқыған кісілердің өкінішке орай көбісі білім ала алмай, сондай не істеп жүрген жағдайлар бар. Сол себепті сіз егер жүргізуші куәлігін өз күшіңізбен, біліміңізбен алып, одан кейін жолда жүрген кезде де ережені біліп, қиын жағдайдан спокойно шығып, ереже бойынша барлығын біліп жүргіңіз келсе, онда ПДД Қазақстан ұжымымен дайындалыңыз. Себебі біз ешқандай жаттатпаймыз, түсіндіреміз тестті. Құрметті оқырмандар, бізде жақында кітап шықты. ПДД Қазақстан сіздің үйдегі автомектеп деген біздің кітабымыз шықты.
сол кітапқа тапсырыс беру үшін мен астында номер қалдырамын, сол номерге жазып тапсырыс берсеңіздер болады.